Бүгін 10-шы дәріс анықталмаған интеграл. Қасиеттері, анықталмаған интегралдар кестесі, анықталмаған интегралдарды есептеу. Тақырып. Мынау тапсырмаларыңыз бүгін кешке сағат 10-ға шейін жібере беріңіздер. Ал кеттік. Анықталмаған интеграл. Бірінші анықтама. Егер f от x үлкен функциясы a, b аралығында дифференциалдаса және f' үлкен x тен fx. То есть, туындысы f үлкен x-ның туындысы кішкентай f от x болса, x тиісті a, b аралығына теңдігі орындалса, онда f үлкен x функциясы f кішкентай функциясының AB аралығындағы алғашқы функция деп аталады. Келесі анықтама. F кішкентай функциясының AB аралығындағы барлық алғашқы функцияларының жиыны f кішкентай функциясының AB аралығындағы анықталмаған интеграл деп аталады және символмен белгіледі. Интеграл кішкентай f от x dx тен f үлкен x-тен плюс c. Мына уже алғашқы функциясы плюс c кез келген сан. Не болып аталады? Интеграл, анықталмаған интеграл деп айтады. Кеттік. Анықталмаған интегралдың негізгі қасиеттері. Бірінші, үздіксіз дифференциалданатын функцияның дифференциалының анықталмаған интеграл осы функцияның өзіне тұрақты мүшеге дейін дәлдікке тең. Мына қараңыздар, интеграл df үлкен x тен fx плюс c. Мысалы, кез келген мысалы, интеграл d-ден кейін кез келген функция тұрса, мысалы, не деп айтайық? X деп айтайық. Тем болады, мына, EX плюс C. Мына бірінші қасиет. Енді тағы бір мысал келтірейін. Интеграл D, мысалы, синус екінші дәреже X десек, мына D-ден кейін функция тұрса, соған тең болады. Синус квадрат x плюс c. Енді екінші, анықталмаған интегралдың дифференциалы астындағы интегралға подинтеграль тең, ал анықталмаған интегралдың туындысы интеграл астындағы функциясына тең. Мұны қараңыздар. D деп тұрса, интегралдан dx, ол болады кішкентай fx, оған қасына dx жазасыздар. Мысалы, d интеграл, не деп жазайық, синус квадрат x деп жазайық, dx деп. И мынаны жазғанда, бұндай интеграл болса, ол мынаған тең болады. Мынау функцияға, мына подинтеграль деп аталады. Осы функцияға тең болады. Синус квадрат x и қасына dx жазасыздар. Ол екінші қасиеті. Енді интегралдың туындысы интегралдан кейін тұрған функциясына тең мынау. Мысалы, интеграл дейік, кез келген функцияны жазайық. Косинус дейік. Косинус x dx. И интегралдан туынды салса, уже dx болмайды. Не болады? Косинус x.
Енді мынау функция. Интеграл df d фи x тен фи x плюс c. Тура осы ғой, просто басқаша аталған. Ну, мысалы, дағы. D деп. Мында жақшаға алайық функцияны d. X квадрат, мысалы, плюс 4x дейік. Плюс дағы синус деп осындай функция болсын, күрделі. Синус x. Бұндай интеграл, мұнда алдында іштеме тұрмаса, алдында 1 деп тұр деп есептейміз мұнда, да? D-дан кейін мынандай кез келген функция болса, интегралды D-дан кейін тұрған функциясына тең болады, қараңыздар. X квадрат плюс 4x плюс плюс 4x плюс синус x. И плюс c жазып отырасыңдар. Мына екінші қасиеті кетті. Енді үшінші қасиеті. Интеграл a көбейтілген fx dx. A деген сан. Мынау функция кішкентай f(x). Тен аны алдына, интегралдың алдына шығар жіберуге болады. Интеграл f кішкентай x dx плюс c. И сосын интегралды ала бересіздер. А кез келген тұрақты сан. Ну, мысалы қараңыздар. Интеграл, мысалы, мұнда 4 деп тұрса, синус x dx дейсіздер. Мынаны 4 өзімен бірге тасымау үшін 4-ті алдына шығарып жібересіздер. Интегралдың алдына. Интеграл синус x dx дейсіздер. И тең болады, 4-ті жазасыздар. Синустың алғашқы функциясы кім біледі? Неге тең? Балалар, осындасыздар ма? Синустың алғашқы функциясы неге тең айтыңдаршы? Косинус болады. Минус косинус. Минус дейсіздер. 4-ті мұнда жазасыздар. И косинус x плюс c. Енді келесі қасиет, 4-ші қасиет. Интеграл функциялардың қосындысының dx болса, ол жеке әр функцияның интегралын аласыздар да қоса саласыздар. Келесі. Интегралдау формулаларын инварианттық қасиеті. Қараңыздар. Егер интеграл кішкентай функция f от x dx, fx dx тең болса f үлкен x-тен плюс c, u тең фи x десек, онда қараңыздар, бұлай интегралдау болады. Интеграл f, имында уже x-тен емес, фи x функцияның тәуелді, көбейтілген фи штрих x dx болса, замена жасауға болады мұнда. Мынаның орнына u деп жазасыздар. А мынау фи штрих dx ол du болады сіздердің. Du болады. Сонда мынандай интеграл f u-дан du тең f үлкен u плюс c. И мына u-дің орнында кез келген функция болады. Мына жақта фи x. Сол функцияны жаза саласыздар x-дің орнына. Енді интеграл f кішкентай ax плюс b-дан болса, dx, мында коэффициент тұр ғой, жай x-тен емес тәуелді, ax плюс b тәуелді болса, сонда интегралдағанда 1 бөлінген a деп жазасыздар да, сосын f
ax плюс b плюс c. Ну, мысалы қараңыздар, мына 6-шы қасиет. Мысалы интеграл, да, x куб дейік алдымен. Жай қарапайым функция деп жазайық. dx. Ол тең болады дәрежелі функцияның дәрежесі 1-ге артылады. x 4 дәрежесі бөлінген 4 плюс c. Енді x-дің орнында мында ax плюс b тұрса, мысалы 5x плюс 2-ден 1 дейік. И үшінші дәрежесі dx. Сонда тең болады, қараңыздар. Мына 5x плюс 2-ден 1 деп тұр ғой. 6-шы қасиет бойынша алдына 1 бөлінген a жазамыз. Сонда a-мыз бізде 5. Алдына жазамыз 1 бөлінген 5 деп жазасыздар. Сосын тура осы формуланы қолдана бересіздер, бірақ x-дің орнында 5x плюс 2-ден 1 тұрады. Жақшаға аламыз. 5x плюс 2-ден 1, или 1 бөлінген 2, 4 дәрежесінде бөлінген 4 плюс c. Енді қараңыздар, мынаны көбейтіп жіберуге болады. 5-тен 1 и 4-тен 1 бөлімінде тұр, көбейткенде 20 болады. 1 бөлінген 20 деп жазасыздар да. И мынауны қалдырасыздар. 5x плюс 2-ден 1, 4 дәрежесінде плюс c. Ары қарай кеттік. Енді мынау негізгі интегралдар кестесі. Қазір суретке түсіріп алыңдар. Балалар, естіп тұрсыздар ма? Сөйлесеңдерші. Иә, апай. Мынаны түсіріп алыңдар. Қазір лекциядан кейін 10 есеп көрсетем, қалай шығаратындар. Шығару керек екен. Керек болады, сіздермен бірге жұмыс істейміз. Түсіріп алдыңдар ма? Соткаларыңызға түсіріп алыңыздар. Естімей тұрмын. Түсірдіңдер ма? Болды ма? Ары қарай кете берейік ме? Иә, апай, түсірдім. Түсіріп алыңдар, енді түсіндірейін. Мына бірінші функция дәрежелі функция. Бірақ бізде x деп жазбаймыз. Біз уже күрделі функцияларды есептейміз. X-ның орнында кез келген функция тұруға тиісті. Мысалы, u деп белгілейміз. Сонда мында x емес, u дәрежелі функция n плюс 1 дәрежесі бөлінген n плюс 1. Плюс c деп жазып отырасың. n тең емес 1-ге. n тең 1-ге болса, ол басқа функция болып шығады. Жоқ, n тең емес минус 1-ге болу керек. Мында минус 1-ге. 1-ге бола алады. Енді қараңыздар, екінші функция. Интеграл du бөлу u. Вот n тең минус 1-ге болғанда, мында не шығады? Басқа функция du бөлінген u, ол натурал логарифм плюс c. Енді үшінші интеграл eu дәрежесінде du тең eu плюс c деп. Мынау көрсеткіш функцияның интегралы. Ол болады au дәрежесінде бөлінген натурал логарифм a плюс c. Бесінші синустың алғашқы функциясы минус косинус u болады. Мынаяқта косинустың алғашқы функциясы синус u плюс c деп жазып отырасыздар. Келесі интеграл du бөлінген косинус квадрат u, ол тангенс u плюс c. Сегізінші интеграл du бөлінген синус квадрат u, ол минус котангенс u болады. Интеграл тангенс u du u-дікі минус натурал логарифм модуль бойынша косинус u плюс c болады. Интеграл котангенс u du натурал логарифм модуль бойынша синус u плюс c болады. Интеграл du бөлінген
u квадрат плюс a квадрат, ол болады 1 бөлінген a, арктангенс u бөлінген a плюс c. Енді қараңыздар. 12-ші формула. Интеграл du түбірдің астында. А квадрат минус у квадрат, алдымен, вот а это сан ғой, алдымен сан минус айнымалының квадраты болса, арксинус у мен аның қатынасының функциясы болады, плюс с. Енді 13-ші функция, интеграл, қараңыздар. Мынаған құсайды, бірақ түбірсіз, да? du бөлінген а квадрат минус у квадрат, 1 бөлінген 2а натуральный логарифм u минус a плюс u плюс a-ның қатынасына тиеді. Мынаны биік логарифм дейді 13-ші функцияны. Жаттап алу үшін. Енді келесі 14-ші формула. Интеграл du түбірдің астында, қараңыздар. Мында сан азайтылған айнымалының квадраты, е? А мында алдымен айнымалы тұр, түбірдің астында u квадрат плюс минус a квадрат. Сонда болады мынаны ұзын логарифм дейді 14-ші формула. Бір жолға жазған ұзын логарифм. Мынау бөлшек ретінде жазған биік логарифм деп аталады. Натурал логарифм u плюс на өрнек түгел қалай тұр, солай түбірдің астында u квадрат плюс a квадрат плюс c. 15-ші формула. Интеграл гиперболық функцияның, гиперболық косинустың алғашқы функциясы болады гиперболық синус. 16-ші формула. Интеграл гиперболық синустікі тең болады косинус. И 17-18 қараңыздар. Интеграл du бөлінген гиперболық синустың квадраты тең минус гиперболық котангенсу. Интеграл 18-ші формула. Интеграл du гиперболық косинус квадрату. Меқта не болып қалды? du тең мында керек жоқ тең. То есть былай болады ғой. Гиперболық тангенсу плюс с болады. Ал енді кеттік, интегралдар кестесін бәрін түсіндірдім, ары қарай. Анықталмаған интегралдарды есептеу. Мұны қараңыздар, тікелей интеграция дейді. Мысал бірінші. Интеграл синус квадрат көбейтілген косинус x dx-тікі қараңыздар. Интеграл деп жазасыздар, синус квадратты қалдырасыздар. Мынау косинус x dx-ті неққа жібересіздер. Неққа жібергенде косинустың алғашқы функциясын табасыздар. Косинустың алғашқы функциясы не болады? Қандай формула? Қараңыздар, суретке түсіріп алдыңдар ғой. 6-шы формула. Мына не болады? Уже мында косинус емес, d синус деп жазамыз. Енді қараңыздар, мына синус и синус деген сөздері бірдей, да, функциялар бірдей, и дәрежелі функция бірінші формуланы қолданамыз. Значит, мында қараңыздар, дифференциалдың ар жағына косинусты шығарғанда, косинустың алғашқы функциясы синус болды, е? 6-шы формуланы қолдандық, мында 6-шы формула дейді. 6-шы формула. Енді ары қарай дәрежелі функция бірінші формуланы қолдандық. Бірақ u-дың орнында бізде синус. Неқта қандай функция тұр? Сол u-дың орнына сол функцияны қоясыздар, балалар. Синус куб бөлінген x. Мында уже бірінші формула кетті. И қысқаша айтқанда, мына бірінші формуланы n орнында бізде 2 тұр ғой. Интеграл u квадрат du тең u куб бөлінген 3 плюс c. U-дың орнына біз жаздық синус x. Мында. Мынау тұр. Түсінікті ма, балалар? Сөйлесеңдерші. Иә, апай. Енді ары қарай кеттік. Екінші мысал. Интеграл dx 2x плюс 1. Мысалы біз білеміз мынандай формула.
Екінші формула. Интеграл du бөлінген u. Бұл екінші формула. Екінші формула деп жазайын. Тең болады натурал логарифм модуль бойынша u плюс c қараңыздар. Мына. Бірақ мына u, мында u бірдей болу керек. А мында қараңыздар dx тұр. А мынаның орнында 2x плюс 1 әртүрлі. Мынау екінші формуланы қолдану үшін бірдей болу керек. Сондықтан біз алдына 2-ке көбейтеміз, бөлшек өзгермеу үшін 2-ке бөлеміз. Түсінікті ме? Мында 2 пайда болды. Сосын қараңыздар, плюс минус 1 кез келген сан, да, ол кедергі бізге жасамайды, біз қоса береміз. Өйткені оның туындысы не болады ғой, 0 бола береді ғой. Сондықтан мында қараңыздар. 2-ден 1 қалады. Мына 2-ні мында жібердік. 2x деп 2-ні мында көбейттік, да? 2x. И плюс 1 деп жаздық, өйткені мында плюс 1. Мында плюс 100 болса, плюс 100 деп жаза саласыздар. И бөлу 2x плюс 1. Енді мынау формуланы қолдануға болады. 2-ден 1 қалады. Өйткені мынау u ғой. И мынау u бірдей. И u-дің орнында бірақ 2x плюс 1 жазамыз. 2-ден 1 натурал логарифм 2x плюс 1 модуль бойынша плюс c. Осылай шығады. Или қысқаша былай, мына күрделі болып сізге ыңғайсыз болса, мыналарды бірдей қылып алдыңдар ғой. Мында du деп жазасыздар да, u деп жаза саласыз. Мына алмастыру сияқты. Белгілей саласыздар да, 2-ден 1 интеграл du. Сосын екінші формуланы қолдана саласыздар да, натурал логарифм u дейсіздер. Сосын u-дің орнына u тең 2x плюс 1 дейсіз. И мында қоя саласыздар да, и мынау жауабы шығады сізде. Былай да есептеуге болады. Енді интеграл косинус x dx бөлінген 1 плюс синус квадрат x-ның квадраты. Енді қараңыздар, косинустың алғашқы функция синус x. Мынаны жібердік мында. Мында жібергенде алдында тұрған функция косинус x-ның алғашқы функциясын аласыздар. Косинустың алғашқы функциясы синус x. И өйткені мында плюс 1 тұр ғой. Сондықтан біз плюс 1 қоса саламыз. Формуланы қолдану үшін, мына екінші формула не ғой? Мына қолдану үшін бірдей болу керек. Мына 1 плюс синус x, 1 плюс синус x, бірақ бізде квадрат. Мынау формула қалай шықты? Мынаның алдында тағы не былай жіберейінші. Былай жазу керек еді. Интеграл 1 плюс синус x не жібергенде дәрежесі теріс дәрежесі болады. Минус 2 d 1 плюс синус x болады. Біз қолданамыз бірінші формуланы, дәрежелі функцияны. И қараңыздар, минус 2 плюс 1 болады. Бірінші формула былай ғой. Интеграл. Мында бірінші формуланы қолданасыздар. Қараңыздар. u n du тең u n плюс 1 дәрежесінде бөлінген n плюс 1 плюс c. Енді қараңыздар. U-дің орнында бізде 1 плюс синус x тұр. Вот. 1 плюс синус x болады, я? 1 плюс синус x деп жаздық. Енді мында дәрежесі n-ның орнында минус 2 болып тұр. Минус 2 қосу 1 қанша болады?
Балалар, минус 2 қосу 1. Bir. Жоқ, 1 емес. Минус 2 қосу 1. Минус 2 қосу 1 сұрап тұрмын. Неге тең? 3 минус 3. Üç. Минус 3 емес. Қарама қарсы әртүрлі таңбалар мен сандар бір-бірінен азайтылады. Үлкен модуль бойынша саннан кіші модуль бойынша сан азайтылады. Үлкен модульдің таңбасы қойылады. Минус 2 плюс 1 қанша болады? Minus bir. Ой, наконец-то. Минус 1. И бөлу минус 1. Плюс С деп жазасыздар. И мынаны минус теріс санды төмен түсіресіздер де, и мынау шығады. Түсінікті ма? И минусы, мынау минусы алдына түседі. Болды. И үшінші мысал кетті. Енді төртінші мысал. Қараңыздар. Интеграл x көбейтілген e минус x квадрат dx тең. Қараңыздар. Мынау x-ті мында не ғой? Бұлай қараңыздар. Мынаның туындысын алсаңдар, минус 2x болады. Мына минус 2x. Бірақ бізде x-іміз бар. Сондықтан біз не істейміз? Бұлай ыңғайсыз да шығаруға. Бұлай мынаны можно вообще убрать. Алып тастауға болады. Бұлай істеуге, чтобы сіздер түсінікті болу үшін. Мынаяқта дәрежесінде x квадрат тұр ғой. Сондықтан мынаяқта интегралды алу үшін мынау формуланы қолданамыз. E, U, du мынау формуланы қолдану үшін бізде мынау дәрежесінде тұрған айнымалы и дифференциалдың артында тұрған бірдей болу керек. Қараңыздар. Сонда өз-өзіне тең плюс С. Мынау формуланы қолдану үшін, ол Е үшінші формула ғой, мынау үшінші формула. Қолдану үшін бірдей болу керек. А бізде мынаяқта x тұр, а мында минус x квадрат. И қараңыздар, мынау x-ті мына дифференциалдың ар жағына шығарып жібереміз. Мында жазып қойған мына үшінші формуланы қолданамыз. Қараңыздар. Енді x-дің алғашқы функциясы ол x квадрат бөлінген 2. Мына x квадрат бөлінген 2. А бірақ мынаяқта минус тұрғандықтан мына жерді минусқа көбейтеміз. Өзгермеу үшін мында да минусқа көбейтеміз. Сонда минус x квадрат бөлінген минус 2-ден 1. 2-ден 1-ді санды алдына жібереміз. Енді мына қараңыздар, дәрежесінде тұрған функция, дифференциалдан кейін тұрған функция бірдей болды. Енді үшінші формуланы қолдана аламыз, қараңыздар. И болады минус 2-ден 1 e минус x квадрат. U-дың орнында минус x квадрат қолданады. Плюс С. Кетті. Енді келесі алмастыру әдісі. Кейде бұлай шығару күрделі болып кетеді. Сондықтан алмастыру жүргіземіз. Алмастыру жүргізу үшін мынаяқта бұлай жазамыз. Қараңыз. Түбір асты 1 қосылған EX-ті Т деп белгілейміз. Енді екі жағын квадраттаймыз. 1 қосылған EX болады. И мынаяғы уже Т квадрат болады. Бізге EX тен Т квадрат минус 1. Енді мынаның туындыларын аламыз. EX-ның туындысы EX болады. И қасына DX жазасыздар. Мынаның туындысы Т бойынша 2Т, 1-дікі 0, 2Т. Қасына DT жазасыздар. Мына X болса мында DX, Т болса DT жазасыздар. Енді алмастыру жүргізу үшін қараңыздар. Бізде мынаны жазу керек қой. DX-ның орнына не жазамыз, қараңыздар. Ана DX. Алмастыру жүргізіп жатырмыз ғой. Енді DX тең дейміз. DX тең болады.
мындан шығарасыздар ғой dx. 2t dt как теңдеу сияқты шығарасыздар. Мына мынаяқтан ex-ті шығару үшін dx-ті шығару үшін 2t dt бөлінген ex. Бірақ бізде енді dt айнымалы пайда болды ғой, t айнымалы пайда болды. ex-ті t арқылы жазамыз. t квадрат минус 1. Енді алмастыру жүргізуге болады. Мына dx-тің орнына қоясыз мынаны. Түбір асты 1 қосылған ex-тің орнына қоясыз мынаны. И мынандай функция шығады. Мында t болды. Мында 2t dt, t квадрат минус 1, а мынаны t-ні қасынан былай жаздық. Мына алмастыру жүргіздік. Енді интеграл, да, t мында қысқарады. 2-ның алдына шығарамыз. Интеграл dt t квадрат минус 1. dt t квадрат минус 1. Мында көбейту. Енді қараңыздар. Бұл қандай формуланы қолданамыз? Номері биік логарифм. Қараңыздар. Биік логарифм номері қандай формуланы түсіріп алып едіңіздер ғой? 13-ші формула. Мында 13-ші формуланы қолдандық. Мында 13-ші формуланы. Мында 2-ден 1 пайда болды. 2-ден 1 пайда болды. А-мыз тең 1-ге. Мынау А ғой. А-мыз тең 1-ге. Мынау А. 1 бөлінген 2А ғой. А-ның орнына 1 қоясыздар, сонда 2-ден 1 шықты. Натурал логарифм t минус 1, t плюс 1. Енді 2 қысқарады. Мында алдында ештеңе болмайды. Натурал логарифм деп жазамыз. Енді қайтадан бізге алғашқы функция берілген 1 қосылған ex қой, t-ның орнына. Түбір асты 1 қосылған ex жазасыздар қайтадан. Мында 1 қосылған ex түбірдің астында. Минус 1 плюс 1. Мынандай функция болып шығады. Енді бөліктеп интеграл әдісі. Мына формуласы интеграл dv тең u көбейтілген v минус интеграл v du. Бұл формула. Кейбір интегралдар мынау формула арқылы шығарылады. Мысал 5-ші. Қараңыздар. Интеграл x көбейтілген арктангенс x dx деп жазасыздар. Енді u-дың орнына арктангенс алынды. Қалған x dx қалып тұр ғой. Оны dv деп белгілейсіздер. U dv деп тұр ғой. U-ды белгілеп алдыңдар. И бәрі не қалды? X dx dv. Мына U dv сонда. Енді формула бойынша du табу керек. du. du дегеніміз мынаның туындысын аласыздар да, үстіне көбейтілген dx дейсіздер. du. Арктангенсінің туындысы 1 бөлінген 1 қосылған x квадрат и көбейтілген dx. И мынандай du тең болады dx бөлінген 1 қосылған x. Теперь v дегеніміз, ол мұны қалған x, мұнда x dx деп тұр ғой мұны, тең dv. Енді v-ні табу үшін интеграл, мұнаның алдында интеграл қоясыздар. Интеграл x dx, x квадрат бөлінген 2, плюс c жазудың қажеті жоқ. Енді формуланы қолданамыз. Мұны біздің u-мыз, мұны біздің v-мыз. Мынау v. Қараңыздар, u көбейтілген v. U-ды мұнда жаздық, и алдына v-дің жаздық. Сонда бізде әдемі болып тұрады. Кейін жазсаңдар, онша жақсы болып көрініп тұрмайды. Сондықтан алдына жаздық. Минус интеграл v
v-miz mana x kvadrat bölü 2. A d-miz dx bölüngen 1 qo'shilgan x kvadrat mana chiqdi. Endi ары qaray integralda endi mынау integral chiqaru kerak. Mынаны көшіреміз. Бірінші қосқышты x kvadrat бөлінген 2 arctangents x минус мында 2-ден 1-ді алдына шығарамыз. Мынаны шығару үшін біз бүйтіп жаздық. 1 қосылған x kvadrat нені рационал функцияны интегралын алу үшін бөліп жібереміз. Мына x kvadrat, мына x kvadrat алымы дәрежесі бөлімнен үлкен болса, бөліп жібереміз. Сонда мұнда бөліміне қарайсыздар, 1 қосылған x kvadrat. Сондықтан мыняқта 1 тұр ғой, сонда плюс 1 өзгермеу үшін минус 1. И жеке интеграл аламыз. Қараңыздар, мынаны бөліп жібереміз. Бірінші қосқышты көшіреміз. Оны істеместе минус уже. Минус 2-ден 1, x kvadrat плюс 1 бөлу 1 қосылған x kvadrat, ол 1 болады. Мұнда интеграл 1 көбейтілген dx, 1-ді жазбай. Ары қарай қараңыздар. Минус плюс болады, плюс алдындағы коэффициентті алып жүреміз. 2-ден 1 интеграл 1 бөлінген 1 қосылған x kvadrat. dx 1 қосылған x kvadrat. Бұлай ғой сіздерде мынау дегеніміз қараңыздар. А минус b бөлу а болып тұр да. И бүйтесіздер қараңыздар. b деп айтамай қойық, тура осыған қосастырайықшы. 1 дейік. И бөлшекті бөлгенде а бөлу а 1 болады ғой. Минус 1 бөлу а болады. Вот аның орнында бізде не болып тұр? 1 қосылған x kvadrat болып тұр. Түсінікті ғой, е? И енді алғашқы функцияларды аламыз, мына интеграл деп жазылып тұрған. Бірінші қосқышты көшіреміз. Екінші мынау 1-дің алғашқы функциясы x болады. Минус 2-ден 1 x плюс мынау формула бойынша 2-ден 1 arctangents x. Arctangents x. Arctangents x болды. Енді ары қарай кеттік. Енді үй тапсырмасын орындау үлгісі. Кеттік. Бірге қазір есеп шығарайық. 10 есеп. 10 есеп, там 2-ден жаздым, түсінікті болу үшін. Ары қарай ана кітаптан қарап үлгісін шығара бересіздер ғой, потом семинар апайларын көрсетеді. Қалай шығаратынын түсіндіреді. Түсінбесеңдер семинар апайларыңыздан сұрайсыздар. Ал кеттік. Бірінші функцияны есептеу үшін қалай есептейміз? Дәрежелі функцияға келтіреміз. Интеграл. Бөлімде бөлшек ретінде жазғанда мына 3 түбірасты x. X-ның қанша дәрежесі болады? Балалар бірге жұмыс істейміз. Қанша дәрежесі болады? X. Қараңыздар. N түбірасты x болса, бұл x 1 бөлінген n дәрежесінде. А бізде 3 түбірасты x. X-ның қанша дәрежесі болады? Балалар айтамыз. X қанша дәрежесінде? Балалар. Неғып отырмыз? 3-тен 1 ма апай? Я, дұрыс. Дұршат да айтты. Әйгерім. Әйгерім. 3-тен 1 дәрежесінде. Енді қараңыздар, бөлу x. Бөлгенде дәрежелер не істелінеді? Азайтылады. Я. X 3-тен 1 болып тұр ғой, да? Бөлу x. Бүйтіп жазасыздар. X 3-тен 1
азайту 1. Дәрежелері азайтылады. Сонда қанша дәрежесінде болады? Минус 3-тен 2. Минус 3-тен 2. Енді мынаны алу үшін алдымен дәрежелі кестелік түрге келтіруіміз керек функцияларды. Жақша қоямыз. X минус 3-тен 2 деп жазамыз. Қалған екі функцияны өзгертпей көшіреміз. 2x куб минус 4 dx. Енді бірінші формуланы қолданасыңдар. Интеграл u n du тен u n плюс 1 дәрежесінде бөлу n плюс 1. И плюс c деп жаза саласыздар. Ал айтыңдар, неге тең болады? X минус 3-тен 2 қосылған 1. Бірінші формула осыны қолданамыз. Мынау бірінші формула. Кетті. Бірінші формуланы қолданамыз. Мынау бірінші формула. Болсаңдаршы, айтыңдаршы. Так, минус 3-тен 2 қосу 1 қанша болады? Үштен 1. Я, 3-тен 1. X 3-тен 1 дәрежесінде деңіз. Бөлу 3-тен 1. 3-тен 1 да? 3-тен 1, тогда 3 үстіне кетеді, дұрыс па? Ары қарай қосу. Ал айтыңдар. X кубтың алғашқы функциясы. Мына бірінші формула, мына интеграл. Дәрежесі 1-ге артырылады. Айта бер. 2x 4 дәрежелі ма? 2x 4 дәрежесі бөлу 4-ге. Ары қарай. Мынаяқта бүйтіп жаза салайыншы, пока түсінікті болу үшін. Мынаяқта 3 деп пока жазбай қояйын, а то кейін қарағанда. Так, бөлу 3-тен 1, я былай жазайық. Қайтадан жазамыз ғой. Ары қарай. Минус 4, 1-дің алғашқы функциясы неге тең? X-қа. 4x болады. И плюс c. Енді әдемлеп жазамыз. Болады 3. 3-тен 1-ді түбір ретінде жазамыз. X 1 бөлінген 3. Мұнда 2 мен 4 қысқарады. Мұнда 2. 2-ден 1 болады. Алдына жазамыз. 2-ден 1. X-тің 4 дәрежесі. Минус 4x. Плюс c. Болды. Мына есеп кетті. Енді келесі есепті қалай шығарамыз? Алдымен кестелік түрге келтіру керек. Интегралды алу үшін. Қандай ойларыңыз бар? Әйгерім, сөйлеші сен. Айтсаңдаршы, не қиналып тұрсыңдар? Міне қараңыздар, алымын, сөйлей бер. Апай, алдымен бөлшекті бөлек мүшелерге бөлеміз бе? Я, әр мүшесін да бөлеміз x-ке, я, бөліміне. Әр мүшесін. Ол енді кеттік, я, дұрыс айтасыз. Интеграл. Енді қараңыздар, мынаяққа жеке жазайық, что күрделі болып кетпеу үшін, ұзақ жазбау үшін. Мынау қанша дәрежесінде мынау? Түбір асты x куб болып. Бөлшекпен жазғанда қанша дәрежесі болады?
Былай қой, да? Аха. Мына x қанша дәрежесінде? 3. Мысалы, мында былай жазайыншы, тағы бір формула. n, x, m болса, қараңыздар, төбірасты. Бұл болады x, m бөлінген n дәрежесінде. Сонда қанша болады мұнда? Қанша дәрежесінде? Міне қараңыздар, m-нің орнында 3 тұр. n-нің орнында 2 тұр деп есептеледі мұнда. 2. 3 бөлінген 2. Я квадрат түбір, 3 бөлінген 2, я? И қараңыздар, бөлу x, значит, 1 дәрежесінде. Дәрежелері азайтылады, значит, түбір асты x куб түбір асты, я? Бөлінген x болады ғой, да, бірінші мүшесі. Сонда болады x 3 бөлу 2 бөлу x, я? Дәрежелері не істелінеді? Азайтылады. Азайтылады. 3-тен 2 азайту 1. Давайте мұнда жеке-жеке жазайын. Так. Сондықтан былай болады, қараңыздар. 3 бөлу 2 бөлу x минус 3 x 4 дәрежесі бөлу x плюс 2 бөлу x. Жеке-жеке әрқайсысын бөлеміз x-ке. И кеттік. Әлі интеграл деп жазамыз. Жеке-жеке аламыз сосын интегралды. X 3 бөлу 2 дәрежесінде бөлінген x азайтылады. 2-ден 3 азайту 1 қанша болады? 1-ден 2, ой, 2-ден 1. 2-ден 1. X 2-ден 1 дәрежесінде. Жақсы. Келесі мүшесі қанша болады? Минус x 4 дәрежесі бөлу x қанша болады? 3-ті жазамыз. X қанша дәрежесінде? 3x-ның 3 дәрежесі. Я, 3 дәрежесі. Мынаны тиіспейміз, бұл кестелік интеграл. Плюс 2 бөлу x. dx. Енді бірінші формуланы қолданамыз. Мынау формула. U-дың орнында бізде барлық жерде x тұр. Ал кеттік. X 2-ден 1 дәрежесі. Неге тең алғашқы функциясы? 1-ге артасыңдар, қосасыздар дәрежесіне 1, и сол дәрежесіне бөлесіздер. Екіден 1 қосу 1 қанша болады? 3-тен 2. 3-тен 2 ма? 3 бөлінген 2 ма? 3 бөлінген 2. X так, 3 бөлінген 2 или 2-ден 3, да? И осы дәрежесіне бөлесіздер. И бөлшек аударылады, я? Орынмен. Алымы бөлмен алсады. 2 бөлу 3 болады. Түсінікті ма мұнда? Так, енді екінші мүшесі неге тең болады? 3x-тың 4 дәреже. Бөлу дәрежесіне. Қалай болады? Түгел айтыңыз. 3x 4 дәрежесі бөлу 4. Я. Сонда 3 бөлу 4-ті алдына жазамыз. X-тің 4 дәрежесі. И келесі мүшесі уже мынау формула келмейді. Қаншасыншы формуланы қолданасыздар, көз алдында тұр ма? Болыңдар, балалар. Екінші формуланы қолданасыздар. Мұнда 1, 2 деп жазайыншы. Бірінші формула өттір, екінші формуланы қолданасыңдар.
Неге тең? 2 бөлу x-тің алғашқы. Плюс деп алдына 2 плюс. натурал ма? 2 натурал логарифм модуль бойынша x. Түсінікті ма? И плюс c деп жазасыздар. Енді мынау түрде қалдырмайсыңдар, әдемілеп енді соңғы жауабын жазу үшін, түбірдің дәрежесі болса, былай жаза саласыздар. X куб мұнда қалады. И қалғаны ерінбей көшіресіздер. Бірінші есеп кетті. Енді екінші есеп, бұл да бірінші формула қолданады, бірақ здесь өрнектер кетті. Қараңыздар, қалай шығарамыз, көрсетейін. Интеграл 2 минус 5х 3-тен 1 дәрежесі. 3-тен 1 дәрежесі, бірақ бөлімінде тұр ғой. Үстіне көтерілгенде теріс болады. Минус 3-тен 1 болады. Мына жақ түсінікті ма, балалар? Неғып үндемей отырсыздар, сөйлесеңдерші, балалар. Апай, түсінікті. Түсінікті, минус 3-тен 1, өйткені мұнда төменде, үстіне көтергенде теріс. Енді мына бірінші формуланы қолданамыз ғой. Бірақ бізде қараңыздар, мұнда x, мұнда минус 5x. Мұнда минус 5x, мыналары қолдану үшін бірдей болу керек. Сондықтан мұнда жазамыз минус 5-тен 1 интеграл. Біз қазір функцияны кестелік түрге келтіріп жатырмыз. Интеграл деп жазамыз. Мынаны көшіремін. 2 минус 5х минус 3-тен 1. Енді қараңыз, d, мынау минус 5-тен 1 деп жаздым ғой. Өзгермеу үшін мынаны минус 5-ке көбейттім. А плюс, минус, мынау сан, ол кедергі бізге жасамайды, жаза саламыз. Сондықтан уже мұнда 2 минус 5х деп жазамыз. Аны қараңыздар, минус 5-тен 1-ге көбейттік, өзгермеу үшін, мұны 5-ке мұнда көбейттік. Сонда 1-ге көбейттік. И плюс 2 мұнда тұрғасын, плюс 2-ні жаздық. Енді бірінші формуланы қолдануға болады. Бірақ удың орнында бізде тұрады 2 минус 5х. Ал кеттік. 2 минус 5х жақшаға аласыздар. Минус 3-тен 1 қосу 1 қанша болады, балалар? Қанша болады? Қосу 1. Минус 3-тен 1 қосу 1. Қосу 1. Қанша болады? Әйгерім. Мұнда ортақ бөлімі 3 қой. Қараңыздар. 3 азайту 1, 2, 3-тен 2 болады. Неғып қиналып отырсыздар? 3-тен 2 дәрежесі. 3-тен 2 бөлу 3-тен 2. Бөлу 3-тен 2 плюс c. Енді мынау бөлшек аударылады. 2 бөлу 3, 3 бөлу 2 болады.
Мына түбірдің астына бүйтіп жазасыз. Мында 3 болады. Мында 2 минус 5х квадрат болады. Квадрат болады. Плюс с болды, кетті. Мына қараңыздар. Мына екісі мында тұрады. 3-ші бөлімі мында тұрады. Плюс с. Енді мынау тура осында есеп, тағы түсіну үшін шар жіберейік. Кеттік. Интеграл. Мына қараңыздар, мындай минус 2-ден 1-ге көбейтесіз. Минус 2-ге бөлесіз. Сонда болады минус 2-ден 1 интеграл 3 минус 2х қанша дәрежесінде балалар? 5-тен 1. Дұрыс, 5-тен. Дұрыс. 5-тен 1 дәрежесі. Мында d деп не деп жазамын? Мына минусты мында dx жазбаймын. Бізге керек минус 2х қой. Мына минус 2-ден 1-ге көбейттік. Ереже ана интегралдардың интегралдардың қасиетін қарастырдық қой. Мында қараңыздар. d 3 минус 2х жазамыз. Мына коэффициентін мында жаздық. Өйткені мында 3 минус 2х деп тұр. Сондықтан сөйтіп жазып жатырмыз. Кестелік функцияға келтіру үшін қолдану үшін формулалар. Түсінікті ма? Бізге формуланы қолдану үшін мына у бірдей болу керек қой. Ал кеттік. Енді алғашқы функцияны аласыздар. Бірінші формула баяғы. У-дің орнында 3 минус 2х тұрады. Ал кеттік. Минус 2-ден 1. Балалар, мияқта мен бірдемені ұмытып кеттім, сендер үндемей отырсыңдар. Минус 5-тен 1-ді ұмытып кеттік қой, да, мында жазуға. Так, мында алдында тағы минус 5-тен 1 тұр ғой. Оны міндетті түрде жазасыздар. Енді, так, минус болады, қазір мынаны жіберейін. 5-тен 2 болмай ма, апай? Қай жерде? Мына соңында. Мынаны айтасыз да? Иә. Минус 1/5. Қараңыздар. Екі бөлшекті көбейту үшін алымына, бөліміне көбейтесіздер ғой. Сонда болады қанша? Минус 3 бөлінген 10 болып тұр ғой, я? Болды. Енді мынаны кеттік. Минус 2-ден 1. Алғашқы функция. У-дің орнына мынау қалады ғой. 3 минус 2х. Қараңыздар. 5-тен 1 қосу 1. 5-тен қанша болады? Алымын бөлімнен. 5-тен 2. Жоқ. Қараңыздар, 5-тен 1 қосу 1. Ортақ бөлімі 5 қой. 5 бөлу 5 қой мынау. 2 бөлшек қосылады, бөлімі бірдей болғанда. Бөлімі қалады, алымдары қосылады. Бірі ол 5 бөлу 5 қой, ортақ бөлімі келтірсем. 5 қой бөлімі. Қанша болады енді, қараңыздар. 5-тен алымдарды қоссаңдаршы. Бір қосу 5 білмейсіздер ме қанша болатынын? Я ойланып, ұсақ болып кеттіңдер. Апай 6 дедім ғой. Естімедім, кешіріңіз. 6. 6 бөлу 5.
и бөлеміз 6 бөлу 5 плюс С. Енді әдемлеп жазамыз. Мынау 5-і үстіне кетеді. Түсінікті ғой, да? И мынау бөлімінде болады. 2 көбейту 6 12 болады. Бөлімінде 12, 5 үстіне кетеді. Енді мына бөлшек дәрежесін радикал арқылы жазамыз. Онда 5 түбір асты болады. Мына өрнек 3 минус 2х 6 дәрежесінде болады. Болды. Плюс С кетті екіншісі. Так, енді мына оп-оңай есеп. Қазір 3-4 мысал келтіремді, 11-ге дейін лекция өткіземіз. Кеттік ары қарай. Мынау формула былай қараңыздар. Интеграл ду бөлінген у неге тең? Айтыңдаршы. ду бөлінген у. Екінші формула. Натурал логарифм у плюс С. Сізге былай түсіндіріп жіберейінші. Қараңыздар, қазір өздерін түсінетінді. Менімен бірге жұмыс істейміз, үндемей отырмаймыз жай. Интеграл dx бөлінген x болса, ол натурал логарифм x модуль бойынша. Плюс С. Енді қараңыздар. Интеграл dx бөлінген ax плюс b ол болады 1 бөлінген a натурал логарифм 2х ой 2х деп тұрмын. Қайқа кетіп бара жатырмын. ax плюс b. ax плюс b. Кеттік. Қараңыздар. Мынау формуланы сразу қолданыңдар. Мынау формула ретінде қолданыңдар. Мында плюс С. Болыңдар, неге тең мынау интеграл? Дайын формуланы жазып бердім. 5-тен 1 5-тен 1. Мына x-ның алдында коэффициент көрдіңдер ме? Иә, дұрыс. Натурал логарифм. Тура осы өрнекті көшіре саламыз. Модуль бойынша 5х минус 3. Плюс С. Болды. Осылай қалдыра береміз. Ешқандай күрделі жоқ. Мынаны сразу айтыңдар, неге тең? 3-тен 1, ой жоқ. X-тегі алдын. Мынаған қарайсыздар. Орны ауысып кеткен. Еще минус пайда болған. Минуспен кетеді. Минус. Аның орнында сізде минус 2 тұр. Сонда қанша болады? Минус 2-тен 1. Иә, минус 2-тен 1. Мынаны көшіріп жаза саласыздар. Натурал логарифм. Модуль бойынша 3 минус 2х. Түсінікті ме? Плюс С. Болды, кетті. Енді косинустар. Тоже мынаны түсіндіріп жіберейін. Енді қараңыздар. Интеграл. Сіздерде косинус у ду тең косинус у плюс С. Енді интеграл өтірік соғам. Сендерге вообще өтірік жазып берсе болады. Бәрібір
жай отырысында. Синус U болады. Енді қараңыздар. Енді косинус x-тің dx болса, ол болады синус x плюс c. А егер косинус ax десек, ax плюс b dx болса, алғашқы функциясы x-тің орнында тура сол аргумент тұрады, бірақ алдына еще коэффициенті түседі. 1 бөлінген a деп жазасыздар. Синус жақша ax плюс b плюс c деп жазасыз. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар, синустікі сразу жазып берейін. Синустікі тура солай болады ғой, да, ереже оғанда не қылады. Синус u du болады минус интеграл деп па, минус косинус u плюс c. И ережелері тура осында. Если ax плюс b болса, алдында 1 бөлінген a түседі, бірақ синустың орнында косинус болады. Түсінікті ма? Ал не, дереу айтыңдар жауабы қандай болады мұнда? Дайын формула. Мына мынау. 3-тен 1 синус. 3-тен 1, аха. Синус. Арқара айта берсеңдер, 3x плюс 5 деп. Аргументі өзгермейді. Жақшада тұрған өрнекті аргумент дейді косинустан кейін тұрған. Плюс c болды. Оп-оңай, 1 секунд. Мынау қанша болады? Сразу дереу айтыңдар. Минус 5-тен 1. Минус 5-тен 1, аха. Косинус. Иә, дұрыс. Косинус. 5x минус 3. Болды, қиын ба не? Плюс c болды. Келесі. Енді арғарай да формула бойынша қарайсыңдар. Сендер миларыңызды қатырмай қояйын. Мұнда қандай формула қолданатын айтып кетейін. Қараңыздар. 5-ші формула. Қандай формуланы қолданасыңдар? Өздерін қарастырыңдар. Қараңдар. Айтыңдаршы. Қай формулаға келеді? Формулаларын тұр ғой көз алдарында. Іздеңдер, қай формулаға келеді? Алдымен не тұр? Айнымалы тұр, да? Мында. Сосын қосу сан. Қай формулаға келеді? Қараңыздар. Еще түбірдің астында тұр. Дұрыстап қараңдаршы, айтыңдаршы, қай формуланы қолданасыңдар? Апай 14 емес пе? 14 емес, точно 14. Аха, 14-ші формула қолданасыңдар, жазып кетейін мұнда. 14-ші формула, е? 14-ші формула көз алдарында тұру үшін интеграл не деп тұр? du түбір асты a квадрат. Бірақ плюс-минус жазбаймыз ғой, бізде плюс тұр, да? Плюс a квадрат. Тен не болады? Тен натурал логарифм u плюс түбір асты u квадрат плюс a квадрат плюс c.
Енді қараңыздар, удың орнында не тұр сіздерде? 2x. 2x да? 2x емес. Удың Екі. астында мынау квадрат қой. Мынау келтіру үшін қараңыздар, былай істейсіңдер. Жарайды, түсіндіріп берейін. Интеграл dx, мынау формулаға, 14-ші формулаға келтіріп жатырмыз. Мұнда түбір асты 2x деп жазасыздар. И квадрат деп тұр. А здесь плюс 7-ні аның квадраты қала береді. Плюс 7 оны түбір асты 7 квадрат деп жазбаймыз. Өйткені құр а бізде шерде шықпайды. Енді қараңыздар, мына x-ның алдында коэффициент шықты. Коэффициент шықса, мұнда алдында 1 бөлу түбір асты 2 пайда болады. Түсінікті ме? Вот біз косинус ax плюс b дедік, да? X-ның алдында коэффициент шықса, ол алдына бөлшек болып келеді. Коэффициент. Түсінікті ғой, я? 1 бөлу түбір асты 2. Енді арғарай формуланы қолдана бересіздер. Не деп жазамыз? Натурал логарифм. Удың орнына не жазасыздар? Мына, мынау. Түбір асты 2 x дейсіздер. Мынау плюс өрнек қалады. Плюс түбір асты 2x квадрат плюс 7 плюс с. Ал енді мынаны сразу айта аласыздар ма? Интеграл Интеграл, ага. dx түбір астында түбір асты айта бер. Түбір асты 3 x, x квадрат плюс 2. Плюс 2. Енді неге тең болады? Біз бұл Түбір асты 3-тен 1. Түбір асты 3-тен 1. X-ның алдында коэффициент шықса, оны алдына мынандай 1 бөлінген болады коэффициент. Түсінікті ғой, я? Ары қарай. Натурал логарифм. Натурал логарифм. Түбір асты 3. Түбір асты 3 көбейтілген x, я? И мына өрнекті көшіреміз. Плюс айта беріңдер. 3x квадрат. 3x квадрат плюс 2. Болды. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Кеттік ары қарай. Уақытымыз бар ғой, е? Я, бар. Қараңыздар. 6-шы формула. Кішкене уже кестелік формулаға келмейді. Мына x квадратты мынаяққа жібереміз. Мынаяққа жіберу дегеніміз x-ның алғашқы функциясын табамыз. Өйткені мынаяқта x квадрат тұр. Тұрсыңдар ма? Ал кеттік. Не болды? Интеграл. X-ның алғашқы функциясы неге тең, Әйгерім? Бірге. Ол туындысы бірге, алғашқы функциясы. Дәрежелі функция, бірінші формула. Дәрежесі 1. Интеграл мұны қараңыздар. xn dx қойда. Ол тең xn плюс 1 дәрежесі бөлу n плюс 1 плюс c. n орнында 1 тұр. X-ның 1 дәрежесі ғой. Енді 1-ге 1-ді қоссаң қанша болады?
2. Вот, x квадрат бөлінген 2 деп айтпайсыңдар ма? Плюс c. Вот, енді dx емес, dx квадрат деп жазамыз. Сондықтан. Бөлу 2, 2-ден 1 алдына жазамыз. И түбір асты 7 минус 3x квадрат. Енді қараңыздар. Кестелік түрге келтіреміз. 2-ден 1. Наны интеграл. Жақшаға жазамыз. 7 минус 3x квадрат. Қанша дәрежесінде? Түбір болса, это 2-ден 1. Ол бөлімінде тұр. Енді үстіне көтергенде минус 2-ден 1 дейсіздер. dx квадрат дейсіңдер. Вот қараңыздар. Енді мынау формула келеді сендер. UN du. UN плюс 1 дәрежесі бөлу n плюс 1 дәрежесі. Плюс c. Қараңыздар. Бірақ мұнда x квадрат 1-дей ғой. Мұнда коэффициент тұр. Минус 3. Сондықтан мұнда болады минусты мұнда қоямыз. 2-ден 1 бізде тұр. 3-ден 1 болады мұнда. Көбейтілген 3-ден 1. Ереже бойынша. Интегралдардың қасиеттері бойынша. Енді дәрежелі функция оның орнында 7 минус 3x квадрат тұр. Вот жазамыз. 7 минус 3x квадрат. Минус 2-ден 1 қосылған 1. Ол 2-ден 1 болады. 2-ден 1 деп жазасыздар. Бөлу 2-ден 1. Плюс c. 2-ден 1 мына жақта қысқарады. 3-ден 1 қалады. И мына уже түбір болады. Түбір деп жазамыз. Сонда былай шықты. Минус 3-ден 1 түбір асты 7 минус 3x квадрат. 3x квадрат. Плюс c. Болды. Енді мынаны тура солай есептейміз, бірақ басқа формула болады. Қараңыздар. Мына x квадрат тұр. Сондықтан мына x-ті мұнда жібереміз. Мұнда жібереміз дегеніміз алғашқы функциясын табамыз. dx квадратын алғашқы функция, x-ның алғашқы функция қазір ғана айттық. X квадрат бөлінген 2. Мұнда пайда болады 2-ден 1. dx квадрат бөлінген 2x квадрат плюс 9. Қандай, енді қараңыздар. Бізде 2 тұр ғой да? Мұнда 2 тұр. Бізге мұнда 2 керек. 2-ке көбейтейік, 2-ке бөлейік. Сонда болады 1 бөлу 2 өзіміздікі тұр. Тағы 2-ке бөлдік. И мұнда интеграл уже d2x квадрат деп жазамыз. d2x квадрат. Бөлу 2x квадрат плюс 9. Енді қараңыздар. Қай функцияны қолданатынын айта аласыздар ма? Кестелеріңізді қараңыздар. Алғашқы функцияның кестелерін, интегралдардың кестесін. Қай функцияны қолданамыз? Қай формуланы қолданамыз, балалар?
Әйгерім. 4-тен 1. Қараңыздар. Номерді айтыңдар, қай функцияны қолданамыз? Он бір ма б? Жоқ, 11 емес. Қараңыздар. Мына қараңыздар. Если білмей тұрсандар, былай ғой. Интеграл x квадрат, 2x квадрат бірдей ғой, ол улардың да. У. Мынау плюс сан ғой, плюс там а дей салайық. Сан ол, кедергі жазамай. Вот мынау функция бар, қараңыздар. ду бөлу у, ол номері қандай? Формуланың номері. Екінші. Натурал логарифм модуль бойынша у. Плюс с. Но бірақ здесь плюс, минус, бізге зиян жасамайды. Здесь просто натурал логарифм у плюс а деп жаза саласыздар. Плюс с. Түсінікті ма? Не деп жазам? Натурал логарифм не деп жазам? Модуль здесь қажеті жоқ жазуға, өйткені мынау x квадрат 10 сан болады, жақшаға жаза берсе болады. 2x квадрат плюс 9 плюс с. Болды, жарайды. Осымен жеткілікті, что-то сіздер қиналып кеттіңдер. Не, семинарист апайлармен шығарасыздар, міне. Келесі функция, мына уже дайын формуламен қолдана бересіздер. Міне, мынаны оп-оңай. Қараңыздар, мынаны сізге түсіндіріп жіберейін. Интеграл еу. Алғашқы функциясы неге тең, балалар? Қараңыздар кестелеріңізге. Өз-өзіне тең. Плюс с. Енді сіздерге тағы жазайын. Егер у-дің орнында бізде тұрса а, х плюс b, dx болсақ, формуласы қандай болады? Әйгерім айта аласыз ба? Ана косинуспен шығардық қазір ғана. Коэффициенттері шығады. Өйткені x-дің алдында сан тұр. Айтсаңдаршы. Мынау x-дің алдында қандай сан тұр? А тұр, де? 1 бөлінген а деп жазасында. Мынау өзгермейді дәрежесі. Ах плюс b. Болды, қандай қиыншылығы жоқ, плюс с. Ал айтыңдар мұнда формуласы. Неге тең, сразу дереу айтыңдар. X-ның алдында тұрған сандарға назар аударасыздар. Мұны қараңыз. Болыңдар. 2-ден 1. Минус 2-ден 1. Өйткені теріс сан тұрған. Ең жақсы функция, ол өз-өзіне тең. 5 минус 2x. Болды, плюс с. Енді мұнда сразу дереу айтыңдар. Минус 3-ден 1. 4 минус 3x плюс с. Болды. Плюс с. Енді ары қарай кеттік. Мынау да күшті функция. dx бөлу x плюс 1. Ол натурал логарифм туындысы, я. Сондықтан мынау болады, қараңыздар. Интеграл натурал логарифм. Мынау 7 бөлу 2 деп жазамыз. x плюс 1. Дәреже тұрды. А мынау dx бөлу x плюс 1, ол натурал логарифмнің туындысы. d натурал логарифм
x плюс 1 деп жазасыздар. Түсінікті ғой мынау. Енді дәрежелі функция, бірінші формула, u-дің орнында натурал логарифм x плюс 1. Ал 7-ден 2 қосу 1 не болады? Қараңыздар, 7-ден 2 қосу 1. Ол оп-оңай қосылады. 7 мен 2-ні қоса саласыздар, 9 болады. И бөлу 2. Мұнда болады 9 бөлу 2. Ой, қалай қисайтып жаздым. Мына бөлу 2. Өзгермеу үшін 2 бөлу 9 дәрежесі. Болды плюс с. Мынау да тура сондай. Мынау натурал логарифм x плюс 1-дің туындысы. Сондықтан мынау 1 бөлу x плюс 2-дің алғашқы функция натурал логарифм x плюс 1. И мында түбір деп жазылды ғой. Натурал логарифм түбір болса 2-ден 1. А үстіне көтерсе, мына бөлімде тұр ғой. Сондықтан минус 2-ден 1 болады. X плюс 2 d натурал логарифм x плюс 2 деп жазасыздар. Енді бірінші формуланы қолданасыңдар. U-дің орнына натурал логарифм x плюс 2 қосасыздар. Минус 2-ден 1 қосу 1, 2-ден 1 болады. Натурал логарифм 2-ден 1 дәрежесі x плюс 2 бөлу 2-ден 1. Значит, бөлу көбейту 2. Плюс с. Енді мынаны ары қарай жалғастыруға болады ғой. 2 бөлу 9 түбір асты натурал логарифм 9 дәрежесі x плюс 1 плюс с. Мұнда болады 2 түбір асты натурал логарифм x плюс 2 плюс с. Болды. Енді мынау да оп-оңай, ешқандай қиыншылығы жоқ. Бүйтесіздер. Косинустың алғашқы функциясын аласыздар. Өйткені мынаяқта синус тұр. 4x, 4x бірдей. Ал, тыңдап тұрмын. Уақыт болды ма? 11:30-ға шейін. Ау? Уақыт? Иә. Жарайды. Аха. Тада тоқтатайық, өздерін қарастырасыздар, мынаны сыртына жібересіздер. Мыняқта алғашқы функция. И уже синус болады. И мынаны да тура солай. Семинарист апайларыңыздан сұрап аласыздар. Жарайды да. Сохранитін. Записімді тоқтатайын. Қазір. Мында. Остановить запись. Так, кім